Сәбиіңіздің іші жиі ауыра ма? Колике тыныштық бермей жүр ме? Түнде ұйқы көрмей, үнемі жылаған сәбиіңізді жұбата алмай шаршадыңыз ба? Мен сізді өте жақсы түсінемін. Әр ана үшін бұл қиын кезең. Бірақ сіз уайымдамаңыз. Бұл мәселеден құтылудың табиғи әрі тиімді жолы бар. Мен балалар массажисті ретінде сізбен іш қату мен коликқа қарсы арнайы техникамен бөлісуге дайынмын. Жұмсақ әрі тиімді массаж жасау арқылы баланың іші тынышталады. Баланы жатқызып ішін сағат тілімен айналдырыңыз. Одан кейін екі бүйірінен ұстап, төмен қарай сырғытып видеодағыдай жасаңыз. Бұл әдістерді бірнеше рет қайталау өте маңызды. Бұл әдістер баланың ішіндегі газдарды шығарып, оның жеңілдеуіне көмектеседі. Егер балаңызға қатысты осындай пайдалы ақпараттарды алғыңыз келсе, менің парақшама тіркеліп кетіңіз.